Баршаңызға сәлем достар, сіздермен мен Саяна. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан сникерс пирогының жаңа нұсқадағы рецептісімен бөлісетін боламын. Пирогымыз өте әдемі әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырымызды жасаймыз. Ол үшін ұнымызға бөлме температурасындағы жұмсақ майымызды қосып, қолымыздың көмегімен ұнтақ жасап аламыз. Ұнтағымызға барлық құрғақ ингредиенттерді, яғни қантымызды, қамыр қопсытқышты, какаомызды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Соңында 2 жұмыртқамызды қосып, қолымыздың көмегімен біркелкі үгілмелі қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып бір шетке қоя тұрамыз. Ендігі кезекте салмасын жасап аламыз. Менде мына жерде сүзбе, яғни ірімшік. Ірімшігіміздің үстіне қаймағымызды, творожный сырымызды, 2 жұмыртқамызды және де шекерімізді, дәміне қарай қалауыңызша ванилин қоссаңыз болады. Менде мына жерде 1 грамм ванилин және ең соңында 1 ас қасық толтыра жүгері крахмалын қосамыз. Және де осының барлығын погружной блендермен біркелкі болғанша араластырамыз. Салмамыз дайын болды. Енді біз 26 диаметрлік формамызға қамырымызды салып, қолымыздың көмегімен формаға жан-жағын жасай отыра жайып шығамыз. Қамырымызды формамызға жайғастырғаннан кейін салмасын құямыз және де 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз пісіп шықты. Піскен пирогымызды 2 сағат бөлме температурасында толықтай суытамыз. Пирогымыз толық суығаннан кейін үстіне құятын ганаш әзірлейміз. Ол үшін шоколадымыз бен кілегейімізді су буында немесе қысқа толқынды пеште ерітіп аламыз. Сәл шоколадты массамыз суығаннан кейін үстіне арахис салып, барлығын араластырамыз. Енді дайын болған ганашымызды пирогымыздың бетіне құямыз, біркелкі етіп жайғастырып шығамыз. Ганашын жайғастырып болғаннан кейін дәл осы күйінде пирогымызды тағы да 1 сағат тоңазытқышқа қоямыз. 1 сағат өткеннен кейін тоңазытқыштан пирогымызды алып, кесіп, дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады. Пирогымыз өте әдемі әрі өте дәмді болып шығады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, лайк басып, пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.